әннің ырғағы керемет. Әдемі, мұңлы, саздар екен. Бойды бірден билеп алып барады. Шәке, мына әніңіз сонда не жайында? Бүгінде бұрында бірін-бірі сүйіп қосылмағандар аз емес қой. Ол бір мұңлы жігіттің өзінің сүйген қызы басқа жігітке тұрмысқа шығып кеткенге айтқан арнаған өкінішті жүріп болып керек шамасы. Мен өзіме кездік пен қағаз қаламды сайладым да әннің сөзін жазып шықтым. Міне Шәке, қараңыз, қазіргі 10 туынды өлең. Әнің себебі кешке салатын, одан шамын бақытқа бақын. Шамын бақ үйдің, жақтың аяуы. Шамын бақ үйдің, жақтың аяуы бол. Жоқ, мұнбай. Шамын бақ үйдің, жақтың аяуы бол. Бұл сөздің астарында білесіз бе? Үлкен бір мағына жатыр. Рахмет саған. Рахмет. Сөйтіп Шәмші әннің сөз жазылған қағазды қалтасына салды да өзімен бірге алды.